Жақсы, ал дәл қазір біздің студиямызға келіп жайғасқан қонақтарымыздың қандай жаңалығы бар екен, ендеше өзінен сұрайық, алдымен танысып алайық. Ендеше таныс болыңыздар, Әділжан Толықбаев, Saz and Soul шығармашылық тобының көркемдік жетекшісі және дәл осы топтың солисі Салтанат Меңдіғалиева келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша, рахмет. Мынау енді Saz and Soul тобы десе, қазақ әндердің жаңа лебі еске түскендей болады, солай ғой? Біршама әндерді жаңғыртып жүрсіздер, керемет әсем әндерді орындап жүрсіздер деп айтуға болады. Енді бұл топтың ерекшелігі сода ма? Әлде біз білмейтін тағы да ерекшелік бар ма? Бұл топтың ерекшелігі мынау жаңағы қазақ ән күйлерінің жаңа стильде, жаңа дәстүрлі, жаңағы екі дәстүрдің қосындысы. Жалпы осы. Яғни дәстүрімізге қазіргі дәстүрдің байланысы ғой. Джаз дәстүрі, рок дәстүрі мен жаңағы қазақ кеңес одағындағы әндердің, халық әндерінің қосындысы. Топ білуімізше 2017 жылы құрылды. Және оның құрамына тоқталып өтсеңіз. Құрамы туралы айта кететін болсақ, өзіміз сияқты жас музыканттар, жаста болса да арамызда мысалы Қытай консерваториясының, Шанхай консерваториясының профессоры, осындай мықты мамандар жұмыс істейді құрамымызда. Кімдер ән айтады? Салтанат па? Құрамымызда 8 адамбыз. Енді бәрін айта кету қазір. Қажет жоқ па? Қажет жоқ. Енді ол жерде білуімше Салтанат солистсіз, Салтанатпен келісейік. Салтанат, сіз бұл топқа қашан келдіңіз? Сол құрылғаннан бері ме, әлде кейін келдіңіз бе? Бұл топқа мен осы біздің елордамызға көшкелі бері келдім. Бір жылдан сәл асқан шығар. Бұрын қай жерде болды сонда бұл топ? Бұл топ басқа солист, басқа жігіт бала. Бірақ басқа қалада болдыңыздар ол кезде, Жоқ, мен келдім осында. Сіз келдіңіз, сосын сізді алды ғой. Сіз қайдан келдіңіз? Мен негізі Ақтөбеденмін. Ақтөбе қаласынан осы елордаға қоныс аударғаннан кейін осы топқа сізді шақырды ғой демек. Тамаша. Енді мен сұрағым келіп отқаны, Раушан. Осы қазақ әндерін енді жаңағы айтып жатсыздар ғой, қазіргі дәстүрге байланыстырып жазып жатыр әндерді деп, жаңа стильге деген сияқты. Қорықпайсыздар ма? Бір мақам бұзып алып деген сияқты, көпшіліктің сынына ұшырап қалмаймыз ба деген сияқты. Әсіресе халық әндеріне байланысты. Халық әндеріне байланысты біз жаңағы несін бұзбаймыз, өзінің мотивін бұзбаймыз, формасын бұзбаймыз. Сол жаңағы формасымен тек үстіне қоса саламыз. Ешқандай өзгерістер болмайды. Аласыздар да үстіне қоса саласыздар. Сүйемелдеуі ғана өзгереді. Сүйемелдеуі ғана өзгереді. Яғни, мысалы, джаз стилінде деген сияқты ғой, мысалы солай. 15 мамыр күні сіздердің топтарыңыздың алғашқы шығармашылық концерт өтеді екен, осы туралы айтып өтсеңіз. Негізгі ерекшелігі қандай болмақ? Бұл концерт 15 мамыр күні Қазақстан орталық концерт залында өтеді, камералық залда. Ерекшелігі туралы айта кететін болсақ, жанды дауыс болады. Кімдер қатысады? Концертке сол жаңағы қазақ концертте құрылған Voice KZ деген топтың беделді мүшесі Қайрат Сарыбаев деген жас талантты әнші. Сол жігіт қонақ болады. Сол жігіт ән шырқайды. Сол қалған басқа ешкім болмайды. Өздеріңіздің шығармашылық кештеріңіз болады дейді. Демеге, қазақ әндері, жаңағы халық әндері бар, репертуарларыңызда тағы қандай әндер орындайсыздар? Негізінде тек осы... Шетелдің шығармаларын орындайсыздар? Жоқ, осы концертте тек біздің қазақтың халық әндері және біздің қазақ композиторларының әндері. Біздің маэстро Әділжан Толықбаевтың өңдеуінде. Бұрынғы мүмкін ұмытылып кеткен деп айтуға болмайтын шығар, бірақ халықтың құлағына сіңіп еңіп қалған әндер. Кез келген әншінің, жалпы топтың болсын, жекеленген әншінің болсын, өзінің төлқұжат іспеттес бір әні болады ғой. Болады. Saz Soul дегенде қандай ән? Saz Soul деген кезде енді бізде ондай әндер көп. Бәрі әндеріміз сондай деп айтуға да болады. Сіз сонымен қатар, Әділжан мырза сонымен қатар көптеген сериалдар мен спектакльдердің музыкасын жазған композитор екенсіз. Қазір қандай жобамен айналысып жүрсіз? Қазір мемлекеттік квартеттің Ғазиза Жұбанова атындағы квартет
жігіттерімен жұмыс істеп жатырмын. Сондай да проекттер де көп. Енді оны қазір айта кетсек. Енді барлығы кішкене құпия бола тұрсын дейсіз ғой. Интрига дейсіз ғой. Тамаша. Енді көп рахмет, алтын уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге. Салтанат, Әділжан, шын мәнінде талантты музыкант дегендеріңізді жақсы білеміз. Жұмыстарыңыз, еңбектеріңізді бағаланып жүр. Енді тек қана жақсылық тілейміз. Қонақ кәде сұрайық қонақтарымыздан. Қонақ кәде сұрайтын біздің дәстүріміз бар. Қандай ән шығарып бересіздер бүгінімізде? Естайдың қорланын айтып берейік. Жанды дауыста ғой. Жанды дауыста. Табиғи дауыста. Сахнаға шақырайық. Біздің аспабымыз дайын ғой. Қарсы алыңыздар, Saz and Soul. Таң хабарда. Бір қыз бар маралдыда қорлығайын, табиғат берген екен күн мен айын. Мұратқа іздеген жан бәрі дариға арманым көп, не қылайын? Ағау арман, қос не қорлан, екі ай бағлан. Екеуі туған екен бір анадан. Екеуі туған екен бір анадан. Жігіттің арманы жоқ, сүйгенді алған. Браво! Бәрекелді. Көп рахмет. Ерекше ән, ерекше дауыс, ерекше Жанды музыка дауыс. жүрекке жетті. Көп рахмет сіздерге. Сәттілік тілейміз концерттеріңізге. Концерттеріңіз өте жоғары деңгейде өтсін. Айтпақша қымбатты көрермендер. Қай күні болады бізде концерт? 15 мамыр күні. 15 мамыр күні. Орталық концерт залында. Орталық концерт Сағат залында. Камералық залында 19:00-де біз сіздерді күтеміз. 19:00-де баршаңызды күтеміз. Келіңіздер, тамаша жанды табиғи дауыста ән Ерекше. тыңдай аласыздар. Кештің куәсі болыңыздар.